менің биік арманым Меккеге барып, Кабада болып, дұға оқып, құлшылық жасап, елге оралуым үшін 3 миллиондан 4 миллион теңгеге дейін ақша кетеді екен. Ал мен зейнеткер ретінде айына 40 мың теңгеден жинап отырсам, жылына 480 мың теңге ғана жинайды екем. 3 миллионды жинау үшін менде 6-25, 6,5 жылдай уақыт кетеді екен. Ал егер мен халықаралық саяхатшылар клубында серіктес болсам, сол серіктес болып тіркеліп, айына 5 адам жазып отырсам, 5 адамды шақырып, оларды тіркеп, саяхаттауға көмектесіп отырсам, айына мен $500 одан артық ақша табады екем. $500 теңгелегенде 250 мың теңге шығады. Сол 250 мың теңгенің 100 мың теңгесін айына салып отырсам, жылына 1 миллион 200 мың теңге жинайды екен. Ал 3 миллион жинау үшін 3 жыл кетеді екен. 3 миллионнан 4 миллионға дейін 3 жыл уақыт өтеді екен. Ал егер сол 250 мың теңгеден табыстан 200 мың теңгесінен жинап отырсам, 12 айда 2 миллион 400 мың теңге жинайды екен. Сонда мен 1,5 жылда, 1 жыл 6 айда 3 миллион 600 мың теңгені жинақтап, сөйтіп арманым Меккеге барып келе алады екен. Алла маған соны нәсіп етсін.